анау енді таза жынды ұрғанын құлатады. Оңға бір паразу смело шыға береді ғой. Анау деген қорқу дегенді вообще білмейді ғой. Арқасы қышса қасып алатыны бар енді. И біреудің бетінен ұрайын деп тұрады да тізесіне сүйіп алады. Сондай спортшыға қойың балдар енді. Кім деген дейсің? Марс деген. Марс? Иә. Онда жер шарын жігіттерін жинап Марсқа ұшып қайтпады. Сен де тыныш жүрей, қыз дей берген. Саламатсыздар ма? Не тұрсына? Мысық, не болған түріне? Апай кеше ағаштан құлап түсемін ғой. Енді мысықтар деген ағаштан құлаған кезде төрт аяқтап түсіме ме? Көп сөйлемей сыныпқа кіріңдерші. Қоңырау болады қазір. Менің сыныптасым, маған физика, ауа тас, су. Менің сыныптасым, математика, бөлу, қосу алу. Мектепке дәптер ала кел, ептеріп жегел, онда кіргізбей. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. Менің сыныптасым, сен үшін істейм, сен үшін істейм. 11 б тынышталамыз. Қане орнымызға отырайықшы. Біздің сыныпқа жаңадан оқушы келді. Есімі Бекболат. Бекболат, сен әзірше Мадинаның қасына отыра қойшы. Апай Мадинаның қасына отыратын болса, бетін мыждурейтін сияқты ғана. Мадина бетін давайлы. Так, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Саламатсыз апай, кірге қалма. Кір, қайда жүрсің? Көшеде келе жатсақ, бір үлкен әже жолдан өте алмай тұр екен. Сонымен, Соны өткізсем бола ма? көп сөйлемей отыршы орнына. А че біреу классқа інісін әкелген ғой? Айтпақшы, бізге келген жаңадан оқушы ғой. Сен артқы партаға барып отыршы. Бана апай, 1 минут кешігіп орнынан айырылып отыр. 1 сағат кешсек басқа мектепке ауыстырып жіберем десеңші. Кім бұл? Айтпақшы өткен мысық не қапты? Кімдер ұрып кеткен екен? Білмеймін, жетті хабарым жоқ шығарам. Айтпақшы мектепке кім қарайтын болды? Естімедің бәне? Кім қарайтын? Охранник қарайды деп отыр ғой, фонарикпен. Балалар, дәрігерімізді ашамыз, бүгін күнді жазамыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 39-ші бет, жаңа тарауды бастаймыз. Ручка бар ма? Ручка? Ручка. Иә, қарызың 1000 теңгеден асып бара жатыр, төле қарызыңды. Ойбай, тәте. Шұбыртпай оны 1000 теңге деп жаза салшы. Өзім білем, қарыз деп кел. Иә. Тәте, булочкаларыңыз жұмсақ па? Жоқ, қатты. Булочкамыз қатты, компотымыз тәтті дейсіз ғой. Саламатсыз ба, тәте? Білі. Қыздар жадырап, жайнап, шайдай қайнап тұрсыңдар ғой. Жапшы аузыңды. Жай сөйлейсіңдер ма? Бетке буларың ұрып тұр да еш. Короче, қыздар, менде бір мынандай ой болып тұршы. Давайте сендегі 20-20 теңгеден бір коржик алып берейін. Естім кешке қыдырып қайтсақ. Ей, байғыз бетіңде ұратын, жеріңде қалмапты. Кетікші. Мысық, алма бар ма? Алма сырыш? Алма жоқ қой деймін. Қыздар, бір қара жолға келемедік па? Қарыз, сенің алма жақсы көретініңді біліп, саған алма алып келдім. Ұнамай қалды ма? Құрттап кеткен алма. Қарыз, ренжімеші, мен білмей қалдым. Аузына бір тебем анан ше. Неге мәз болып отырған олар? Или ақшаны сұрамайды деп ойлаймын. Сөйлесеміз олар. Не oldu ayağın stolun астына сыймай отыр ма? Или ерте sıktın mı ayağın секунд сайын өседі? Онда кішкене көзіңе қарап жүрсей, лох. Чота мен не болып жатыр ya? Сен тыныш отыр, тамағыңды семіз. Кімге семіз отыр? Білмеймін, братан, маған емес. Саған осы аузың артық болып жүрген жоқ па? Сенің қарның сияқты ма? Шеше. Анаң аузы өзіне артық екен артынан.
ит терсің, ит терсің. Басыма қаптап келеші, мен мақма. Ора. Жалпы негізі сенің аузыңда қанша тіс бар? Сенің салмағың сияқты ғой, өзің есептеп алсаң. 132 тіс бар ма не? Прикинь. Жүріңдер кабинетке. Жүр. Болмаса ағай, кабинетіңіз бір жинап алсаңызшы. Осы сендерге ше қанша айтса да дарымайды екен. Аталарың осындай жеріне мектепке? Ең болмаса неге сол кісілерді аямайсыңдар? Бауыржан Момышұлының бір керемет сөзі бар. Тәрбиесіз ел болмайды. Тәртіпке бас иген құл болмайды. Атасының ақылын алған тентек ұлда жөнделер. Дұрыс айтасың Әлімжан. Ел болам десең, есігіңді түзе. Сен шай берші Әлімжан. Сөйтші. Бала тәрбиесі керекті құрал. Бұдан кейін төбелесетін болсаңдар, ата-аналарын мектепке шығарам вообще мектептен. Түсіндіңдер ма? Кетіңдер ма? Айтпақшы, Жеге, Марстың нөмерін таптым мен. Қойшы, қазір звондаймыз. Алло. Алло, Марс деген сен ба? Иә, мен. Жеңемсің. Біздің кім екенімізді не қыласың? Біздің баланы ұрып жіберіпсің алдымыз. Сонымен не деген келіп тұр? Соны кездесіп сөйлесіп тұтайық. Сөйлесек. Біздің мектептің артындағы заброшкаде. Давай. Жеге кешке заброшкаде. Все онда. Дайындандар. Давай, жып-жылы болып күн шығып, жылғалардан суақ тұр ғой. Негізше, брат, біздің директорын айтқан ақыл сөздері бір жағынан дұрыс па деп ойлап келатырмын. Оны директор айтпаған ғой. Енді кім айтқан? Ғалым, жазушылар айтқан ғой. Ой, родной, мен саған просто директорын айтқан әңгімелерін айтып келатырмын. Марш жоқ қаралар. Марс қайда? Сөйлесу керек қой. Қатты сөйлесіп қоясыңдар ма не? Араларында жазып жіберетіндер жоқ па? Жаңа мектепте кім телефон алып қойды, Қасымбек әке ғой. Шошаң 5 алдым. 11 шығып отқан кезде мал екен ол да. Жеге. Бетекті ақы үйге айтпаймыз ғой. Домаланып тұр. Плотный бір картошка ойнап алайық та. Брат, и так домаланып тұрсың ба? Мал, құрана доптап кел бар еді. Өзің алып кел, өзің лақтырдың ба? Мал әкесін бетің айтен Антош ишак бас. Сүмелік түсеш. Жеге, осы байқайсыңдар ма? Біздің медет бәрі дышыда жүрген кезде вообще шаршаған жоқ та ше. Әлі жылға спортсмен ба бір шамайсың ғой. Қарас, жылға ғой, жылға. Тигр. Мәт! Ырзал, ана тұрған допқа ше, ана тұрған допқа. 3 секунд суда, 3 секунд туда. Ой, үстен емізіп жібергесін. Кетчіңді. Бай, өзге.